Қыздар, сіздер мақтай берген соң екінші қазанымды да шығарып қойдым ғой баласын қасына. Мына мамасы, мына баласы. Сосын кешкі сағат 8-де. Енді біздің үйде кір қазан жоқ, таза қазанды қырып тазаламақ қояйын. Көршілердің қазанын алып келіп, кір қазан тауып келіп, сағат 8-де прямойға кіріңіздер. Бірге жуып тазалаймыз. Қалай жуып тазалау керектігін сол прямойда айтамын. Көресіздер өз көздеріңізбен. Жаңа прямойға кірдім. Барлықтарыңызға рахмет, қолдауларыңызға. Барлығын өз көздеріңізбен көрсеттім. Газ плитаны да көрсеттім сұрап жатқан жандарға. Қыздар, мына видеоны көріп алыңыздар. Міне көршіден тауып келдім, қазір осы бір қазанды. Қазаныңыз жуып берем дегенім. Қуан қолыма ұстатып жіберді ғой көршімізше. Енді после саламын осын. Әдемілеп жуып. Көріп алыңыздар. Видеосын полный түсірем, қалай жуып тазалап жатқанымды. Сіздерге, Құдай қаласа. Та-да-дам! Міне қыздар, қазанның жағдайы қазірше осылай болды. Әлі де біраз жұмыс жасау керек бұл қазанмен. Жаңағыдан әлде қайда жақсы, жаңа көргендеріңізден. Жаңа қандай батып жатқан еді қазан. Ужас болды. Жұқа қазан екен бірақ. Баға беріп, лайк басып, коммент жазып кетіңіздер. Міне қыздар, қазан. Жуып бастадым, жаңа кір қазан. Қазір жайлап саламын. Міне қыздар, кішкене қалды. Бұлайша нормальный пока.